Welcome қымбатты түлектер, сіздермен бірге Education Guide Анель. Бүгін біз компьютерлік жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз ету білім беру бағдарламасымен танысамыз. Бұл білім беру бағдарламалары ақпараттық технологиялар білім беру бағдарламаларының тобына кіреді. Бұл білім беру бағдарламасы теориялық және алгоритмдік негіздермен бастап, есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы озық әзірлемелерге дейін кең ауқымды қамтиды. Бұл білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін ОБД-да математика және физика пәндерін таңдау қажет. 2021 жылғы мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша грантқа түсу үшін шектік ұпай 106-ны құрады. Оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Студенттер бағдарламалық жасақтаманы, күрделі бағдарламалық тапсырмаларды әзірлеуді және енгізуді және басқа әзірлеушілермен өзара әрекеттесуді үйренеді. Оларға жаңа тәсілдер мен технологиялар туралы хабарлайды. Бағдарламалауды ұнататындарға арналған білім беру бағдарламасы бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің заманауи әдістерін, әртүрлі масштабтағы желілік технологияларды және әртүрлі мақсаттағы ақпараттық жүйелерді басқаруды еркін меңгереді. Біздің түлектер Kaspi, Choco Family, Chevrolet, Huawei, Cisco, Emerson және тағы да басқа сияқты отандық және шетелдік жетекші компанияларда жұмыс істейді. Оқуды аяқтағаннан кейін сіз бағдарламалық жүйелерді жолып алушы, бағдарламалық жасақтама инженері, бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу және сүйемелдеу бойынша техник ретінде жұмысқа орналаса аласыз. Кауға оқуға түсіз, сұранысқа ие маман бол.